Баршаңызға қайырлы күн. Керемет медовик дайындайтын боламыз. Ауызда еріп жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге мед қажет, шекер қажет, май қажет. Менде мед, искусственный мед, майым 72% осылай салып ертетін боламыз. Былғап отырыңыздар міндетті түрде. Осылай былғап отырамыз. Неге жаймен деп еріп жатыр шекеріміз. Осылай болып еріп бастап жатыр. Жаймен деп бүкілі еріп жаймен қайнай бастаған кезде осылай мінекей бір ас қасық содамыз саламыз. Содамыздан кейін көтеріліп көпіршитін болады. Осындай міне карамельный түске өзгеру керек. Өзгергесін астын сүндіріп демалттырамыз. Суытып болғасын осылай ыдысымызға құйып аламыз. Суып болғасын міндетті түрде суытыңыздар. Содан соң жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқаларымызды миксерлейтін боламыз. Мінекей және де шым-шым тұзымызды салып аламыз. Содан соң ұнымызды ситадан өткізіп салатын боламыз. Бірден бәрін салып жібермеңіз. Ұнын жаймен деп осылай ситадан өткізіп, кішкене ғана бөлігін былғап, содан соң қайтадан жартысын ситадан өткізіп, солай жарт-жарттан бөліп салыңыз. Міне мындай масса шығады. Осы массамызды пергаменттік бумага қоятын боламыз. Пергаменттік бумага менде поклан. Міндетті түрде жақсы бумага болса, жабыспайды асты. Мінекей сызып аламын осылай 1,5 қасық тан салам каждый коржға. Содан соң жайып аламыз. Венчиктің осылай жайып аламыз. Жайған кезде жабысып жатса сула жіберіңіз. Лопаткаңызды сула жіберіңіз. Осылай шығады. 180 градуста қыздырып 7 минуттан пісіретін боламыз. Мінекей осындай корждар шықты. Өте жұмсақ. Содан соң қалған тестаны мінекей осындай жұқа қылып жайып алам. Бетіне себуге. Жұқа қылып, қаттылау қылып нетуге, бетіне себуге. Оған дейін начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қаймақ және сахарный пудра қажет болады. Осылай араластырып аламыз лопаткамен. Содан соң каждый коржға жағып аламыз. Қаймағымызды жағып алатын боламыз. Медовикті міндетті түрде осылай жағып болған соң бір түнге қалдырыңыз, немесе 5-6 сағатқа. Сол кезде қаймағы сіңіп өте жұмсақ болып шығатын болады. Немесе түнге қалдырыңыз, бір түнге. Мінекей осылай болдық. Енді бетіне себетін дайындайтын боламыз. Жаңағы пісірген немді осылай измельчительге салып ұсақтап алатын боламыз. Ұсақтап алып бетіне себетін боламыз. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Мінекей осындай керемет медовик шығады. Өте тәтті ас болсын, жасап көріңіздер. Рахмет қарағандарыңызға.